Заира, жыламаңыз. Құдай да сіздерді жақсы көреді екен. Сіз шынымен де жүкті екенсіз, деді. Заира бір жылады, бір күлді. Шынымен есінен танып түсті. Есін жиса, дәрігердің көзі жәудіреп тұр. Заира, қобалжымаңыз. Сізге тым қобалжуға болмайды. Енді сіз абай болуыңыз керек. Ертеңнен бастап сараптама жасап бастаймыз деп сараптамаға жолдама жазып берді. Заира, сіздің жасыңызда жүктілік өте қиын өтеді. Оның үстіне алғашқы жүктілік. Мен сізді қатаң бақылауда ұстаймын, деді. Енді өз-өзіне келіп отырған Заира дәрігердің айтқандарын естімей, не дедіңіз деп қайталап сұрады. Дәрігер де құдайына қараған адам екен. Мұқият Заираға айтып берді. Рахмет сізге үлкен, деп Заира дәрігермен қоштасып, ауылына баратын көлікке қарай беттеді. Келе жатып, ішін сипалап қойды. Жаратқаныма шексіз ризамын, біздей құлдарымның зарын естіген. Ұл болсын, қыз болсын, аман есен қыла көр, деп өзімен өзі күбірлеп келе жатты. Жолдан тәттілер сататын дүкенге кіріп, оңал жақсы көретін тәттілер сатып алды. Ауылына баратын көлікке отырған соң, үйіне жеткенше асықты. Оңал қандай сезімде болады екен, мына жаңалықты естігенде. Заираның көзі ілініп кетіпті. Заира, Заира, келдің үйіңе, деп көлік жүргізуші оятты. Келіп қалдық па, деп қайталай сұрады. Заира, саған не болды? Өз үйіңді танымай, деді. Заира көліктен түсіп қақпасына кірді. Үйде ешкім жоқ екені білініп тұрды. Есікті тартып еді, құлыптанып тұрды. Оңал, оңал, деп үйдің терезесін қағып шықты. Тырп еткен пенде болмаған соң, сумкасын ақтарып, өзінің кілтімен ашып үйіне кірді. Оңал, деп ұйықтайтын бөлменің есігін ашты. Ол жақта да ешкім жоқ. Қайда кетті екен, тағы ішіп кеткеннен сау емес қой, деп Заира алаңдай бастады. Дереу есіне ана болатыны түсіп, жайдарланып сала берді. Қой, дәмдеп тамақ жасап, жақсы жаңалықты, жақсы көңіл күймен айтайын деп ас бөлмеге келді. Тоңазытқыштан ет шығарып, турай бастағаны сол еді. Заира, Заира, деп оңал үйге кірді. Қайда кетіп қалдың, деді Заира. Сен келгенше нан әкеліп қояйын деп дүкенге шықтым. Содан бүгін таңнан бастап гүрілдеп, шаң тозаңдатып, ауыр жүк көлігі маза бермеді. Ауылдың сыртына құрылыс материалдарын тасыды. Дүкеннен шыққан соң сол жаққа өтіп кетіп, не салып жатқандарын білгім келді. Шынымен-ақ ауылдың шетіне айдалаға салып жатыр екен. Сұрадым, не салып жатсыңдар десем, жауап ала алмадым. Сандырақтап, біреусі қарттар үй десе, біреусі балалар үй дейді, енді біреулері демалыс үй дейді. Демалыс үй болса болсын, қарттар үй болғанша, жетімдер үй болғанша, қандай безбүйрек балалар әкеледі десеңші атанасын. Алла, деді. Оңал, сен тамақ ішпегенсің ба? Деді Заира. Үйден ішкен жоқпын, бірақ іштім, деді. Бәрі бар болсын, дәрігерге бардың ба? Не деді? Деді Оңал. Оңал, отыршы қасыма. Не болды деп Оңал орнынан тұрды. Отыршы енді, деді Заира. Оңал одан бетер мазасызданып кетті. Оңал, алаңдама, өте жақсы жаңалық айтам, деді Заира. Заира, сен айтасың ба, айтпайсың ба енді? Деп Оңал ашулана бастады. Ашуланатын түк жоқ, менің аяғым ауыр екен, деп Оңалдың бетіне қарады. Ашуланба дейсің енді, деп Заираға ашуланып келе жатып, не дедің? Қайталашы, деп Оңал Заираның қасына жетіп келді. Қате естімедің, мен жүктімін, деді Заира. Оңал қайтадан отыра кетіп, қайтадан тұрды. Біресе отырып, біресе тұрып, не дедің деп тағы қайталап сұрап жатыр. Қате естіген жоқсың, деді. Алла, барың рас екен ғой. Осынша жылдан соң бізге берген. Заира, сен сенесің ба? Менің жылаған түндерім де болған. Заира, дәрігер шынымен сені жүтсің деді ма? Тағы да қателесіп қалған жоқ па? Деп Заираны құшақтай алды. Жоқ, ешқандай қате емес. Екі дәрігер де солай деді. Мен де сен сияқты қайта-қайта сұрадым. Ертең сараптама жасау керек деп отыр. Ертең таңертеңгісін ауданға шығып кетейін деді. Жалғыз бармайсың, деп Оңал өзінің бірге баратынын ескертті. Сол күні Заира мен Оңал түннің бір уақытына дейін әңгімелері болашақ сәбилері туралы болды. Аллаға деген алғыстарын да жаудырып жатты. Заира, сен өзіңді қалай сезініп отырсың? Еш жерің ауырып тұрған жоқ па? Деп Заираның аст үстіне түсіп жатты. Оңал, жүктілік ауру емес.
Өткенде ауырғаным ол қалыпты жағдай екен. Оның үстіне жасымда 50-ге тақалды ғой, деді Заира. Заира, екеуміздің өміріміз енді басталған сияқты. Мен саған көрсетпей талай жыладым ғой, мына қаңырап тұрған үйге қарап, деді оңал. Сен мен айтсаңшы, менің жүрегім саған қарап тілім болатын, деп оңал мен Заира бір-біріне ақтарынан жарылды. Екеуі қарап отырып, осы үйде балалардың жүгіріп жүргенін елестетіп отырды. Шынымен де қаңырап тұрған үйдің берекесі кіріп, балалар шулап жүргендей болды. Заира, ерте жатайық, ертең ерте тұрамыз. Оның үстіне сен бүгін шаршадың, деп оңал Заираны қолтығынан демеп тұрғызды. Заира шексілесі қатып күліп жіберді. Саған не болды? Қойшы мені бір ауру жасамай, деді. Заира, енді сен бұрынғыдай емессің. Сен енді екі адамның өміріне жауаптысың. Әсіресе менің ұл, қыз бәрібір. Әйтеуір біздің сәбиге, деп оңалға бой бермей ас ішкен жерді жинап, жуып, тазалап бірақ жатты. Оңал да Заира да көз ілмеді. Екеуі де қиялданып, болашақ сәбилерін ойлап, көзін құлақтарын елестетіп жатып, таңның қалай атқанын білмеді. Оңал да ілесіп ауданға барды, дәрігермен сөйлесті. Сіздің жұбайыңызға өте мұқият болу керек. Ол кісінің жасында жүктілік денсаулығына қауіпті. Сондықтан Заираға қатты көңіл бөліп, өзін-өзі сақ ұстау керек. Бүгін сараптаманың қорытындысын көрейік, сосын дәрумендер қабылдасын, деп Заираның дәрігері оңалға жағдайдың бәрін түсіндірді. Еш алаңдамаңыз, Заираның және баланың өміріне қатер төндіретіндей жағдай бола қоймайды. Дәрігер, естіген шығарсыз. Бұл сәби біздің көптен күткен сәбиіміз, деді оңал. Сізге сол үшін де айтып отырғаным. Енді түсінген сияқтысыз, деп күлді дәрігер. Тө, дәрігер, сіздер оңал екеулеріңіз мені әбден ауру жасағандарыңыздай, мен ондайға үйренбегем, деді Заира. Енді үйрену керек, деді дәрігер. Сараптама қорытындысы түстен кейін дайын болады деген соң, екеуі дүкен аралап сәбилеріне киім көрді. Екеуінің жасы 50-ге тақалғандарын ұмытып кетіп, жастар секілді дүкенді бастарына көтеріп, жоқ ұлдікі, жоқ қыздікі деп шуласып жатқан екі үлкен кісіні көріп, дүкенші қыз келіп, немерелеріңіз ұл ма, қыз ба, деді. Немере? Біздің өзіміздікі, деді оңал мақтана. Ендеше талас болмасын, мына түсті таңдаңыздар, деп ұлға да қызға да келетін түсті таңдап берді. Бісміллах, деп оңал мен Заира сәбилерінің алғашқы жидесін сатып алды. Екеуі қайтадан емханаға дәрігерге барды. Сараптама қорытындысы жаман емес, бірақ қосымша дәрумендер ішіңіз, және біздің бақылауда боласыз, деді. Сонымен оңал мен Заираның 17 жылғы өмірлері әп-сәтте өзгеріп шыға келді. Екеуі болашақ сәбилерінің өмірге келуін асыға тосты. Заираның іші білінген сайын жүріс-тұрысы өзгеріп, қиындай түсті. Аяқ-қолы көп болып ісіп, құр судан басқа ештеңе ішпейтін болды. Бастапқыда оңал іштегі баласын ойлап еді. Кейіннен Заираның түрін көрген соң, енді уайымы Заира болды. Ай күні толып, ұл босанды. Босанғанда өзі босана алмай, кесір тілгімен баланы алды. Оңалда ес қалмады. Бір сөзбен айтқанда, бүкіл ауылды қарық қылды. Өзі де ұзағынан тосқан ұлында аянып қалмады. Заираны үйге шығарып әкелген соң, қаңырап тұратын үйден шырылдап жылаған сәбидің үні, оны әлдейлеп жұбатқан ананың даусы естіліп, берекелі шаңыраққа айналды. Оңал нағыз балажан еркек болып шықты. Заираны артық қимылдатпай өзі жүгіріп жүрді. Оңалау, тегі әлемде жалғыз мен ғана бала тапқан қатын болсам да мені даңдайсытпа. Өзім жасаймын. Сен болашақта ұлыңды тәрбиелесең болды, деп Заира ыңғайсызданғанын білдіріп жатты. Заира, Құдайдан ең болмаса бір сәби берсең, сол баланың жолында құрбан болып, алдында құл болайын деп сөз берген едім. Енді қайтсын-ай, әйел адам болса көзінің жасын сығып, ішіндегісін, абысын ажынын айтып, бір жеңілдеп қалар еді. Ер адам ішіндегісін кімге айтып шығарсын? Заираны бала қырқынан шыққанша артық қимылдатпай қалжалап күтті. Қаңқылдап оянса, Заирадан бұрын жүгіріп көтеріп жүргені. Жұмысында ерте қайтып, демалған күндері үйінен шықпайтын болған. Уақыт орында тұрсын ба? Оңал мен Заираның ұлдары жасқа да толып қалды. Балам бір жасқа толғанда бүкіл ауылың не, аудандағылардың аузынан түспейтіндей дүркіретіп тұрып той жасаймын деді.
Оңал сөзінде тұрды. Ұлы 1 жасқа толғанда жиған тергенінің жартысын шашып, той жасады. Өз айтқандай аудандағылар қайтсынай, осы жасқа келгенде көрген жалғызы ғой. Енді қатыны туа ма, тумай ма кім білсін, деп жатты. Оңал 1 жастағы ұлы аңсардың аузына құстың сүтінен басқаның бәрін тосты. Кейде Заираның өзі қорқатын, Оңалдың ұлына деген махаббатын көріп. 1 жастағы ұлы қазірдің өзінде қырсығып, айтқанын жасатып, айтқан бетінен қайтпайтын қыңыр мінезді болған. Оңал, қарашы, екі ортада баланы шолжаңдатып жібердің. Ешкімнің тілін алмайды, деді Заира. Заирау, қазір кішкентай ғой, есі кірген соң бәрі қалады. Оның үстіне 50-ге келгенде көрген балам шолжаңдаса несі бар, деді Оңал. Қанша дегенмен балаға бір уақыт тәйт деп те айту керек. Кейін опық жемеу үшін деп Заира үнем айтып отырады. Ал өзі қанша езіліп, жақсы көріп тұрса да ұлына қаталдау қарады. Жарайды, мүмкін сенікі де дұрыс шығар. Менің қатал болғанымда жетер, деді Оңалға. Сонда да Құдайдан еңіреп жүріп тілеп алған баламыз ғой. Сен де кішкене жұмсақтау бол енді, деді Оңал. Оңалжан, сен ойлайсың ба, мен қатал болғанда ұлымызды жақсы көрмейді деп? Керісінше, ұлымды көрмесем сағынып, көрсем жүрегім елжіреп тұрады. Бірақ әр нәрсе орнымен болғаны дұрыс, деді. Сонымен Оңал еркелетіп, Заира қатқыл қарап, уақыт зымырап өтіп жатты. Оңалдың да, Заираның да ұлдарынан кейін өмірге деген құлшыныстары қайтадан оянды. Заира мектеп директоры болды. Оңалда өзінің кішігірім кәсібін ашты. Ұлдарын балабақшаға берді. Анасы мектеп директоры екенін кішкентай болса да біліп, балабақшадағы тәрбиешілерге бағынбайтын болды. Тәрбиешілер сәл дауыс көтерсе, менің мамам директор, сендерге ұрсады, дейтін болды. Кешке үйіне келген соң әкесіне, папа, маған апайлар ұрысты, деп балабақшада болған жағдайларды түгел айтып беретін. Заира, сен не қарап жүрсің, балаға ұрысқызып? Ертең барып сөйлес, әйтпесе мен өзім барам. Не олар, мен ұн бергенге қорқып беріп жүр деп ойлай ма? Деп балабақша мен ауруханаға айына 5 қаптан беретін ұнын міндет ете сөйледі. Ұн демекші, Оңал ауылдан диірмен мен наубайхана ашып кәсібін дөңгелетіп жүргізген уақыт еді. Осылай Оңалдың шірене сөйлегенін есткен ұлы бірде балабақшада өзімен қатар баламен қақтығысып қалды. Тура тамақ ішетін мезгілде. Апай, балаларға нан бермеңіз, деді. Тәрбиеші апайы таңғала, неге? Олар да сен сияқты балалар ғой, деді. Жоқ, олар жемейді, деп қасына қойылған баланың нанын алып алды. Аңсардың бұл қылығына қайран қалған апайы, Аңсар, оның не, бере ғой, деді. Бермеймін, бұл нанға ұнды менің папам берген, енді ешкімге нан бермеңіз, деп бұйыра сөйледі. Тәрбиеші не айтарын білмеді. Аңсардың қатты шолжаң, тіл алмайтын бұзық екенін жақсы біледі, бірақ мынандай сөз айтады деп ойламаған еді. Кешке Заира ұлына келгенде, Заира, сізбен сөйлессем бола ма? Деді тәрбиеші. Әрине, деді Заира. Жүріңіз, деп келіп жатқан ата-аналар мен балалардан оқшаулау барды. Заира, сіздер үйде баланың көзінше қандай әңгіме айтасыздар? Деді тәрбиеші. Заира тәрбиешінің сұрағына қарап, ұлының бірдеңе бүлдіргенін түсіне қойды. Енді отбасы болған соң әртүрлі әңгіме айтылады ғой, деді. Мен меңгерушіге кірмес бұрын өзіңізбен сөйлесіп алайын дегем. Қанша дегенмен мектеп директорсыз ғой. Дұрыс қой, бірақ не болды, ашып айтыңызшы, деді. Бүгін Аңсар басқа балаларға нан бермеңіз, оны менің папам берген деп қасындағы баланың нанын тартып алды. Бұрында да нашар сөздер айтатын, бірақ бүгінгісі енді сіздердің үйіңізде айтылған сөздер ғой. Әйтпесе бала әкесінің ұн беріп тұратынын қайдан біледі, деп ренішін білдірді. Ой, сұмдық-ай, ол ондай сөзді қайдан тауып айтты екен? Меңгерушіге айтпай-ақ қойыңыз, мен бүгін үйге барып сөйлесейін, деді жалынғандай болып. Өзі үлкен басымен жерге кірердей болып тұрды. Жарайды, Заира, айтпайын, бірақ Аңсармен сөйлесіңіз. Сол уақытта Заираның көкірегі удай ашып, сол жақ тұсы шым-шым ете қалды. Уф деп терең демалды да, ұлын киіндіріп, жетектеп үйіне қайтты. Жол жөнекей көрген адамдармен амандасуға шамасы келмеді. Ұлы бірдеңелерді айтып келе жатты. Туғалы бері алғашқы рет шығар, ұлының айтқандарын тыңдамай, өз ойымен өзі әлек болғаны.
Ұятай, енді қалай ғана апайларының бетіне қараймын. Оңалда қызық, баланың көзінше не болса соны айтып, ұят болған-ай деп ойланып келе жатып, үйіне қалай жеткенін білмей қалды. Папа деп ұлы Заираның қолынан босанып оңалға қарай жүгірді. Ұлым, аңсарым менің деп оңал ұлын көтеріп алды. Папа, айтшы мамаға, маған түк сөйлемей қойды деп ұлы оңалға Заираның үстінен арызданып жатты. Заира, неге баламен сөйлеспейсің, а? Осы тұрған жерінде ұрып жіберейін ба? Деп оңал Заираға қарай жүріп, көзін қысып қолын көтерді. Оны көрген ұлдары екі алақанын шапалақтап, қуанғанынан орнынан секірді. Әй оңалай, осы тәрбиеміз үшін опық жемесек болды ғой. Жарайды, үйге кірейік, саған айтарым бар деді. Оңал, бүгін аңсардың тәрбиешісі маған ренжіп, аңсардың теріс қылықтарын айтты. Ұлымызды қатты еркелетіп, бос ұстадық. Мүмкін кішкене қаталдау боларсың. Өзінің ақылы бар. Біз айтпасақ та уақыты келгенде қояды еркелікті, деді оңал. Заира, мен де қызықпын, неменесін айттым. Мені тыңдайтын оңал ма? Деді іштей. Ақылы кіреттеп жүргенде опық жеп қалмайық, деп бөлмесіне кіріп кетті. Көкірек тұсы шанши ауырып, кішкене жата тұрғысы келіп, төсегіне әрең жетіп жата кетті. Бұл Заираның баласы үшін алғашқы жүрек талмасы еді. Заира болмай жатқан соң дәрігер шақыртты. Дәрігер дереу ауруханаға жатқызды. Заира, сізге не болды? Деп дәрігер Заираның бетіне қарап. Білмеймін ғой, әйтеуір ескі ауру қозғалды да, деді ішінен тығылып. Заира жүрегінің сыр бергенін ұлынан көргісі келмеді. Неше жылдан бергі ұйқысыз түндерімнің тиген пайдасы да, оның үстіне жаста біразға келіп қалды деп ойланумен болды. Заира кәдімгідей ауруханада жатып қалды. Сол уақыттың ішінде оңал мен ұлы күнде тәрбиешіге бала күтушінің үстінен шағым айтып келеді. Неге, сендер ғана жақсысыңдар ма? Деп сұрап еді. Заира, қойшы осы түк білмейтіндердің сөзін сөйлемей, деген оңалдың сөзін қағып алған ұлы келесі күні-ақ әшейінде бағынбайтын тәрбиешілеріне сіздер түк білмейсіздер, папам айтты, деп балалы үйдің ұрлығы жатпайтынын керін келтіріп, оңал мен Заираның әңгімелерін жайып салды. Тәрбиеші мен бала күтуші бір-біріне қарап, бәсе, бала бұндай сөзді қайдан білсін? Үй іші айтпаса, анасы білдей бір директор болса да пасық екен. Осындай әңгіме айтса баланың көзінше, жетер енді, меңгерушіге айтайық деді. Енді анасы ауруханадан шықсын, сосын әкесін де шақыртып сөйлесейік деп тәрбиешіні сабырға шақырды. Заира ауруханада жатқанда ұлдары бір күн барса, бір күн бармай жүрді. Оңалдың бұл қылығына біреу түсініп қараса, біреу әлі осы бала бастарын көрге сүйрейді. Жалғыз деп дандайстып деп кішкентай аңсардың болашағын болжап тастады. Сөйтіп Заира ауруханадан шығып үйіне келді. Есесіне оңал ұлдарын балабақшадан шығарып алды. Енді оңал мен Заира 40 жылғы көршілеріне де жаманатты болды. Күндіз үйде болатын аңсар көршінің балаларын қан қақсатып жүретін. Кейде Заира, осы баланы сорымызға тудым ба деп іште ойланып, артынша Құдайдан кешірім сұрайтын еді. Міне осылай оңал мен Заираның жылдары өтіп жатты. Ұлдары мектепке де баратын жасқа жетті. Мектепке барғанда ақыл кіреді деген оңалдың сөзі бекер болды. Қайта үдей түспесе басыла қойған жоқ. Заира да мектеп мұғалімдерінен де ұлдары үшін сөз естіп бітті. Содан Заира әрі ойланып, бері ойланып бір шешімге келді. Оңал, бұлай жалғаса берсе, осы уақытқа дейін қасықтап жинаған абыройымыз шелектей төгілмей тұрғанда, аймандай болмай тұрғанда, орнымнан өз еркіммен босанып, бұрынғыдай мұғалім-ақ болсам, тіпті болмаса жұмыстан шығып мына баланың тәрбиесіне көңіл бөлмесек болмас деді. Оңал да бұрынғыдай емес. Бәлкім оның да дұрыс шығар деді. Сонымен Заира мектептен мүлдем шығып үйде отырды. Үйде отырып, анық көзі жеткені ұлдарын жіберіп алғаны, еркелеткеннің соңы жақсылыққа апармағаны. Ол кезде ұлдары 11-ші сыныпта еді. Сол күні досының туған күні деп сұранып кетті. Аңсаржан, кешікпей кел, сен келгенше папаң екеуміздің мазамыз кетеді. Оның үстіне сабағым бар, деген Заираға ұйықтай беріңдер, мен үлкен жігітпін, маған алаңдамаңдар деді. Аңсар, аңсар деген әкесінің өзін атап шақырғанына қарамай
есікті тас жауып шығып кетті. Өзің тыңдамай кеткенге оңал Заираға келіп, жас қой, желігі біткен соң басылар деді. Басылар деді Заира, бірақ ішінен сен басылар деп келе жатқалы 17-18 жыл болды ғой деп ойлады. Неге екені бүгін Заираның жүрегі ерекше тулап, үйге кіріп шығып мазасызданып жүрді. Заира, жатсаңшы, балаң бүгін ғана ма көшеге шыққаны? Өзіңмен қоса менің де мазамды алдың, деп оңал ренжи сөйледі. Білмеймін, ұйқым қашып тұрғаны. Міне, осылай көрінген нәрсеге алаңдап, сосын жүресің жүрегім деп. Дәріңді іште жат, деді дауыс көтере. Сол-ақ екен, ортаңғы бөлмедегі сары телефон безілдей жөнелді. Алло, деді Заира, тұтқаның арғы жағынан. Алло, сәлеметсіз бе? Бұл Аңсар анасы ма? Деді. Иә, бұл кім екен? Бұл аудандық полиция бөлімінен, деген сөзді естігенде Заираның жүрегі тағы шым ете түсті. Сіздің ұлыңыз бөлімде. Не болды деп еді? Келіңіздер, деп тұтқаны қоя салды. Заира, оңал, деп айқай салды. Тағы не боп қалды? Деген оңалға, Аңсарды полиция қамап қойыпты, деді. Не болды дейсің? Көшеде бірімен бірі төбелесті де, адам өлтірді дейсің ба? Деп асықпай киіне бастады. Түнделетіп оңал мен Заира аудан орталығына келді. Мән жайды білді. Енді қайтықтен бастап Заира ойбайға салды. Қазір ешкім дүрліге қойған жоқ. Мұнанша соманы әкелсеңіз, балаңызды өзіңізбен бірге алып кетесіздер, деп тергеуші қағазға жазып берді. Заира қалып, оңал таксилетіп ауылға қайтты. Ұлымның тойына жақсылыққа деп жинап бастаған ақшаларын тергеушіге беруден бастады. Оңал ақшасын алып, тергеушіге беріп, ұлдарын өздерімен бірге ала кетті. Сол күнгі дүкен тонауға қатысқан 4 ұлдың 3-еуі де тиын тебендерін беріп, олар да босанып шықты. Аңсар сияқты сен тұр, мен атайын дейтін тентектер еді. Ұлым, бұл тентектігің жақсылыққа апармайды. Қарашы, мектеп бітірмей жатып, темір тордың ар жағынан шыға жаздадың. Сені анаң екеуміз Құдайдан зар илеп сұрап ұзақ тостық. Сен бізді досқа күлкі, дұшпанға таба жасама. Саған не жетпей дүкен тонап жүрсің? Сен бар жерден шықтың. Саған деп жинаған дүнием жетіп артылады. Міне, кәсібіміз де бар. Осының иесі де өзіңсің, деді оңал. Заира сөйлескісі келмеді. Тек оңал, мен жата тұрайын, деп тілінің астына дәрісін қойып бөлмесіне қарай кетті. Мамаңның жүрегі ауыратын білесің. Бар кешірім сұра, деп оңал баласына қатқылдау сөйледі. Бірақ баласы анасына батпады ма, әлде қырсық мінезі ма, әйтеуір кешірім сұрай қоймады. Сонда оңал, әй баламай, деді де қойды. Оңал мен Заираның үйінде қайтадан тыныштық орнады. Ұлдары мектептен соң үйінен шықпайтын болған еді. Оңал ұлының бұл қылығын, Заира, қанша дегенмен біздің баланың санасы бар екен. Отырғызып, жетесіне жеткізіп айтып едім, түсінді, деп мақтана сөйледі. Бірақ Аңсар әкесінің айтқанынан үйіне шықпай жүрген жоқ еді. Сол жағдайдан соң бірге жүрген мектептес достары да көп қоса бермейтін болған. Ал дүкенді бірге тонаған достары сол бетте қалаға кетіп, қараларын көрсетпей кеткен еді. Міне, көктем мезгілінің соңғы айда келіп, Аңсардың мектеп қабырғасынан шығатын уақыты да тақап қалды. Оңал мен Заира ұлдарын қай жоғары оқу орнына апарамыз деп бастары қатып жүргенде, Аңсар Топансу тобығына келмей, қай оқуға барғың келеді деп сұраған оңалға, сіздер қай жаққа бару керек десеңіздер, сол оқуға барамын деді. Баламау, сенің алға қойған арман, мақсатың болу керек. Болашақ мамандығыңды өзің таңдауың керек. Сонда ол мамандықтың жемісін жейтін боласың, деді. Неменеге таңдаймын? Қазір ақшаң бар ма? Болды. Мамандыққа сен емес, мамандық саған жұмыс жасайды, деді. Оңал тағы да оқталып, бірдеңе айтайын деп еді, Заира басын шайқады. Сонымен Аңсар үшін мамандықты оңал мен Заира таңдады. Қазіргі заманға тиімді медициналық институттың тіс мамандығы бойынша жоғары оқу орнына түсірді. Сондағы ойлары қалаға барып, оқуын бітіріп, бір жеке меншік клиника ашып алса, болашағын уайымдамай-ақ қойсақ та болады, деді.